Сәлеметсіз бе достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге жаңа пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырам. Бүгін мен сіздерге фисташки туралы айтатын болам. Фисташкидің пайдасы өте көп. Асқазан, ішек жолдарын қызметін жақсартып, тыныс жолдарын дұрыс қызмет атқаруына көмектеседі. Құрамы май 50%, ақуыз 50%. Құрамында темір көп, сондықтан қаны аз адамдарға пайдалы. Сонымен қоса мыс, марганец, фосфор, микроэлементтер, магний, калий бар. Витаминдер В, әсіресе В6, ақуыз, кальций, фосфор және темір бұлар адам организміне керек микроэлементтер. Пайдасы: қаназдық және бауыры ауыратын адамдарға да тұтынуға болады. Аяғы ауыр әйелдерге токсикоз кезінде ерлердің репродуктивтік қызметін жоғарылату үшін де пайдаланылады. Көздің көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Фисташкидің калориясы төмен болғанменен минералдар мен витаминдерге өте бай. Алайда оны көп жеуге болмайды. Тәулігіне 15 қана дәнін жесе жеткілікті. Миндаль. Миндальдың құрамында қандағы қант мөлшерін қалыпты ұстауға көмектесетін кальций, магний мен ақуыздар көп. Адамның сағат 3-тен 4 шамасында энергиясы таусыла бастайды екен. Сергіп қуаттану үшін клетчатка мен ақуызға бай көкөністер мен жарма көмектеседі. Сонымен қатар грек жаңғағы мен миндальдың пайдасы өте зор. Түске асқа дейін жеміс жеген өте пайдалы. Ол тонустың болуына көмектеседі. Жаңғақты күнде жеген адам жүрек ауруларына көп шалдықпайды. Әсіресе грек пен бадам, миндаль, пісте, фисташки жаңғағының жүрекке пайдасы мол. Жаңғақтың жүрек ауруларына әсері мен пайдасы жайлы зерттеу жүргізген ақш ғалымдары осындай тұжырымға келген деп жазады. Грек жаңғағында омега-3 майы, миндаль мен пістеде антиоксидант көбірек. Фисташканың құрамында жүрек жұмысына өте қажет калий минералы көп жинақталған. Жаңғақтардың түрлері өте көп. Бразилиялық жаңғақ, кешью, талшын, кокос, бадам, мускат, пісте, фисташки, орман жаңғағы болып бөлінеді. Күнделікті миндаль жеп тұрсаңыз, ет дәруменімен құнарланасыз. Жаңғақтар аптада 5 рет жеу. Жүрек ауруы және жүрек ауруларының қаупін 30-50% арасында азайтады. Bir күн үшін 25 грамдық миндаль, жаңғақ, жер жаңғақ, орман жаңғағын жеген жеткілікті. Достар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны бассаңыздар, менің жаңа ақпаратыммен бөлісіп отыратын болам. Сау болыңыздар.